Қазақ драматургиясы қазір толысу үстінде. Қазақ драматургиясына қазір үркердей үйрелген бір топ жастар кеп қосылды. Олар бұрынғы бұған дейінгі қазақ драматургиясының тарихы мен негізі мен топырағымен байып, сол драматургияны дізгін ішінде алып ағай дамыту сол әлгіндегі жас драматургқа байланысты. қаламдарына қанат бітірген еді. Биыл 3-ші мәрте өткізіп отырған оралхан бөкейханға Сонда 1987 жылғы Орекеңнің айтқаны бұл жастарда да артық болды. Бұл драматургия жанры деген өте қытықты жанр. Бұған көпшіліктің бара бермейтін сол, көпшіліктің бара бермейтін сол. Жоқтуарында отбасы ошақшасы, әлеуметтік ұсақ-түйек мәселелерді қозғаған ол өзіміздің ауылда. Орындаған Оралхан Бөкей талай дарындардың шығармашылық шамшырағын жақты. Жастар арасындағы дарындар жанбай жатып сөйлеуіне жол бермеу керек деген жазушы аманатын жалғастыру бізге парыз. Олай болса, қауырсын қаламмен оралханша жазуша жазуға талаптанған қаламгерлерді ынталандыру сыйлығымен марапаттауды бастаймыз. Дарынды жастарымыздың жігерлі жанып болашағына ат баталарын беру үшін Дос Айшарыұлы және Әзберхан Ақтайды сахна төріне шақырамыз. Қадірлі қауым армысыздар, бүгінгі осы Оралхан Бөкей ағамыздың драматургиясына арналған шығармашылық байқауға қош келдіңіздер. Алыс жақыннан келіп отырған қаламгерлерге сәттілік тілейміз. Осы жоба сәтті басталып, сәтті аяқталып жатыр. Ары қарай да жалғасын табу керек деп ойлаймыз. Драматургиясы күрделі жанр ғой. Бәрін қарап шықтық, жақсылап оқыдық, бірнеше рет бас қосып талқыладық. Сондықтан осында түспен шығармалардың ішінде кейбір жақсыларын сүзіп алып, осы жерден бәйге тағайындадық. Жақсы сөз бар ғой. Бір жастардың көтерілсең өзбеге жоқ түсінбей қалмас екен деп тұрамын деген. Сондықтан біз сіздердің енді шығармаларыңыздың барлығын түсіністікпен қарап, барлық жағына талқыладық. Мен міндетім жаңағы режиссура жағын қарап болды. Шығармаларыңызды талқылап шықтық, барлығын оқып шықтық. Нәтижесін қазір көресіздер. Ендеше Өскемен қаласы әкімінің алғыс хаты және ынталандыру сыйлығының 200 мың теңге сертификатымен Қалбырау атты 2 бөлімді драма диалогтың авторы журналист Әуезхан Әділ Жамбылұлы марапатталды. Дәл осындай жөнінен Алатаудан Алтайға дұғай сәлем алып жеткен Әбілбек Айсұлу Тілеубекқызы марапатталды. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақ филологиясы факультетінің 2-ші курс студенті Айсұлу қызымыз Армансыздың ақ руы атты драмасы үшін Рақыш Айзат Сеңгірқызы марапатталды. Өскемен қаласы әкімінің дипломы және 700 мың теңгелік сертификат. Жақсылар, мен Алматыдан құтқару келмейінде өзімнің осы ағымдағы жылдың маусым айында шыққан, орыс тілінде шыққан «Моя суррогатная мама» деген кітабымды кітапхана қорына, кітапхананың директоры, қазақ әдебиетінің жанашыры Оралхан танушылардың төбе басында бір осы ағаларымызбен теңдес жүрген аялдар екенбіз. Қабиба Мырзаханқызына табыс етуге шақырамын. Өскемен
өскемен өлкесіне асырып жеткен жеңімпазымыз Жартас Еркінұлына көзімді жұмсады көңіл сыйлақты драмасы үшін бірінші орын беріледі. Жас драматург Жартасқа қошеметтейміз. Бірінші орын. Қанатты қаламның қанымын дәлелдеген келесі жеңімпаз бас жүлдені қанжығасына байлады. Рухани бәйгеде жүзден жеңіп шыққан қаламгерді дипломмен және 1 миллион теңгенің сертификатымен құттықтап, Оралхан Бөкейдің бейнесі бейнеленген ерекше ескерткішті салтанатпен табыс ету құрметі Өскемен шаһарының әкімі Жақсы Омарға беріледі. Сонымен бас жүлде иегері Ақтөбе аймағына ат беріп жеткен жазушы Жалиева Бақыт Мейрамғалиқызына беріледі. Керемет шығармасының екінші орын иеленген еді. Міне Оралхан Бөкейдің рухы болды. Бұл жолы Марианна атты драмасы үшін бас жүлде иеленді. Бақыт туралы бір ауыз сөз. Бақыт ана жылда келген, алдыңғы жылы болып кетті ғой деймін. Прозада, е? Онда екінші орын бергенбіз. Осы жолы бас жүлде жөнінде арамызда біраз қайталас болды. Сызып отырып оқыдық. Ертең жатаспай, ертең жатассақ, кәдеге қалай. Сондықтан бұл Бақыттың шығармасында бағана мен сендерге айтқан постмодернизм үлгісінде жазылған шығарма. Оны мен бұл жерде талқылап жатпаймын. Бұл марапаттау талқылауға жатпайды. Сондықтан бұл Бақыттың шығармасын біз Таңатау журналының осы төртінші нөмірінде беріп жатырмыз. Өте қуаныштымын. Сонау батыстан шығыс еліне, Өскеменге мен 2022 жылы осы сахнаға бірінші рет шыққан едім. Сол кезде менің арманым болды, осы жерге қайтып келгім келді. Содан кейін былтыр қатыстым, былтыр жүлдеге іліге алмадым. Сонда да үмітімді үзбедім, қайтадан қатыстым. Еңбегім ақталды. Сіздерге көп рахмет. Осы Оралхан Бөкейдей атамыздай жазушының бәйгесіне қатысу ол мен үшін үлкен бақыт. Ұйымдастырушыларға, соның ішінде Өскемен қаласының әкімдігі бар, тіл мәдениет бар, кітапхана бар. Баршаңызға үлкен рахмет айтамын. Сіздерге еңбектеріңіз елене берсін. Оралхан ағамыз сіздер барда, біздер барда, біз осылай атын шығара берейік. Әлемге әйгілі. Көп рахмет сізге, құттықтаймыз. Барлықтарыңызға, әсіресе мынау ауылдан жақыннан келген қатысушыларға бәріне рахмет. Біз бұл жыл сайын осы қыркүйек айында Оралхан Бөкейді ұлықтайтын, насихаттайтын шаралар көптеп өтіп жатады. Мектептерде, жоғары оқу орындарында, басқа ұжымдарда сол шаралардың басым көпшілігі осы Оралхан Бөкейдің өзінің атына аталатын кітапханада өтеді. Біз жыл сайын түрлі жанрда Оралхан Бөкей атындағы конкурстарды ұйымдастырып келеміз. Биыл Әлағаның ұсынысымен осы драматургияға арнап көрейік деген ұсыныс болған, сол ұсынысты қолдадық. Бұл енді біздің қазіргі қазақ драматургиясына қарлығаштың қанатымен су сепкендей бола ма, болмай ма, оның қажетіне жарай ма, жарамай ма, бұл шығармалар, оны мен елеп екшей алмаймын. Бірақ сол талпыныстың бір көрінісі деп қабылдаңыздар. Бұл жазылған 15 шығармада көбінің драматургиядан аула алысып еді, кейбіреуінің жарамсыз, көбі мынау режиссерлардың назарына ілінбей ме, ол да екі талай дүние. Бірақ біздің ұйымдастырып жатқанымыз осы
мен ойлаймын қомақты сыйлық қойып жатырмыз. Қатысушының өзіне 200 мың теңгеден, бас жүлденің өзіне 1 миллион теңге деген бұл азын-аулақ емес. Және болашақта бұны көбейтсеңіз, егер шығармалар көп болса, қатысушылар көп болса, оны көбейту деген соншалықты қиын шаруа емес. Сондықтан да біздің жасап жатқан жаңағы осы тырнақалды конкурстарымыздың барлығы сол драматургия, бүгінгі қазақ драматургиясына бір серпін беретін шығарма болар ма екен, болмас па екен. Сол қабілеті бар адамдар осы драматургия көңілін аударсақ, ертең болмаса бірісіне жақсы шығармалар толып қалар. Сол арқылы біздің театрларымыздың репертуарлары байып, одан кейін жас режиссер соны алып, жақсы спектакль қояды деген бір сәулелі үмітіміз бар. Сол іске асу үшін осындай шаралар жасалуы тиіс. Және Оралхан Бөкейдің осындай конкурсы біздің елімізде, қаламызда өтуі бұл заңдылық, өзінің туған жерінде, еңбек қаласында жүрген жерінде. Енді осындай шаралардан кейін біз ойлаймыз талқыластар болар. Биыл 15 конкурс қатысушы болса, келесі жылы 25 болар, 35 болар. Қалай болған күнде осындай шаралар арқылы біз енді бұл конкурстардың Оралхан Бөкейге керегі жоқ. Бұл бүгінгі біздің қазақ мәдениетіне, руханиятына, әдебиетіне керек. Сондықтан да осы жастардың көңілін қазіргі мынау ақпарат ағымы қатты заманда, алмағайып заманда осындай бір руханиятқа бұру біздің міндетіміз болған. Сол міндетіміз үшін осыны істеп отырмыз. Сондықтан да қатысушылардың бәріне рахмет. Қазылар алқасы өздерінің сараптамасын өткізіп орындарын берді. Мен ойлаймын, бұл енді басқа да көптеген жастарға серпін болады. Келесі жылы қатысушылар бұдан да зор болады. Сондықтан да мына өзіміздің өңірдің театрдың репертуарына бір сүбелі дүние қосылсын. Өйткені басқа әр өңірдің өзінің театрының өзінің дәстүрі бар, мектебі бар. Біреудікін біреу ала бермейді, біреудікін біреу түсіне бермейді. Сондықтан да өзіміздің осы қазіргі жастардың шығармалар өзіміздің театрларымызда қойылса екен деген ниет бар. Өйткені театрға көрермендер барады, ол жерден рухани сусындайды, ол жерге сол рухани бір аштықтан барады. Сол кезде қажет деген алсын деген бір өзіміздің тияқ серпер бір жобаларымыз. Сондықтан да бұл осындай жобалар көп болу керек, және ол жылдан жылға күшейе керек, қатысушылар да көп болу керек, қаржысы да көп болады деп есептеймін. Сондықтан да осындай дүниелерге барымыз бірге атсалысайық. Рахмет барлықтарыңызға. Иә, қайырлы күн. Мен Оралхан Бөкей атындағы драматургия байқауына бірінші рет қатысып отырмын. Өзім драматургия жанрына алғаш рет қадам тартқаннан кейін осы сыйлық алғаныма өте қуаныштымын. Басқа жеңімпаздарға, жүлдегерлерге де сәттілік тілеймін. Ары қарай осы Оралхан Бөкейдің атын шығарып, брендін дамыта берейік деп өз басым ойлаймын. Өте қуаныштымын шын жүректен. Мен сонау батыстан шығысқа келіп, осы қатысып Оралхан Бөкей атындағы республикалық сайысқа бас жүлде алғаныма шын жүректен қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Осы Оралхан ағамызды тек республика деңгейінде емес, әрі қарай бүкіл дүние танитындай, бүкіл әлемге танытатындай деңгейге жетейік. Сол үшін атсалысайық. Сіздерге көп рахмет.